Қазіргі қоғамда танымал блогерлер, әншілер, немесе бір атақ абыройға жеткен адамдар өте көп. Соларға қарап, бізде мынандай ой туындауы мүмкін. Олар осындай белестерді бағындырды, мынандай жетістіктерге жетті, мынандай нәрселер жасап жатыр. Ал менше, неге менде ондай емес деген секілді ойлар бізді мазалауы мүмкін. Енді осыған байланысты біздің дәрежемізді көтеру үшін Алла тағаланың айтқан сөздері бар ма? Алла тағала біздің дәрежемізді көтеруіміз үшін не істеуіміз керек туралы айтқан ба? Осыған байланысты дәрісімізде айтатын боламыз. Құранда Алла тағала Қоф сүресінің 1-ші аятында былай дейді: Қоф қасиетті Құранға серт. Осы жерде Алла тағала Құранды қасиетті деп тұр. Қасиетті деген данықты, құрметті деген мағынаға келеді. Яғни, егер де сіздің жүрегіңізде Құраннан бір аят болатын болса, онда өзіңіздің дәрежеңізді төмен деп есептеуге қақыңыз жоқ екен. Құранды оқып, жаттаған адамның дәрежесін Алла тағала мына дүниеде де, ақыретте де дәрежесін көтеріп қояды. Бұған байланысты Абдулла ибн Әмір әл-Астан риуаят етілген хадисте пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен игілігі болсын, былай дейді: Құран иесіне Құран оқып жаттаған адамға былай делінеді: оқы және жоғарыла, төрлет. Оқы, дүниеде қалай оқыған болсан, дәл солай оқы. Расында сенің орның ең ақырғы оқылатын аятта деген. Осы хадис шәрифке қарайтын болсақ, пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен игілігі болсын, Құран жаттаушының дәрежесі қияметте жоғары болатынын айтып тұр. Олай болса, бауырым, сізді Құран жаттауға шақырам. Егер Құранға түспеген болсаңыз, онда тез Құранды үйренуге шақырар едім. Себебі Алла тағала Құран жаттаушының дәрежесін мына дүниеде де, ақыретте де дәрежесін көтеріп қояды. Және де біліңіз, адамдарға сыйлы болу бұл маңызды емес. Ең бастысы нәрсе бұл Алланың алдында сыйлы болу. Алланың алдында сыйлы болған адамды Алла тағала барлық жерде сыйлы етіп қояды. Сол себептен Алла тағала сіздер мен біздерді өзінің алдында сыйлы болған адамдардың, пенделердің қатарынан болуымыз нәсіп етсін. Және Құранды хайырмен жаттаған, Құранның шапағатына ілінетін, Құранмен дәрежесі көтерілетін пенделерден ниетте екен деп дұға етеміз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.